көмірсулар мен майлар. Қоңыр түймешедегі ұғымдар мен көк түймешедегі сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестендіру қажет. Бірінші сұрақ. Бактерия жасушасының негізгі тірегін құрайтын көмірсу қалай аталады? Дұрыс жауабы мурейин. Келесі сұрақ. Өсімдіктердегі негізгі құрылымдық көмірсу. Дұрыс жауабы целлюлоза. Келесі сұрақ. Адам және жануарлардың негізгі қордағы көмірсуы. Дұрыс жауабы гликоген. Келесі сұрақ. Май тәрізді заттар басқаша қалай аталады? Дұрыс жауабы липидтер. Өсімдіктердегі негізгі қоректі көмірсу не? Ол крахмал. Ал жылу оқшаулау қызметін не атқарады? Майлар. Және соңғы сұрақ. Жануарлардың негізгі құрылымдық көмірсуы ол хитин. Жауаптарымызды тексереміз. Барлығы дұрыс. Жарайсыңдар.